Енді біздің қазір кезде мына Тоқаев мырза мен Назарбаевтың жүйесінің арасында қазір үлкен қақтығыстар болып жатыр. Тоқаев мырза президент болып қазір енді 3 ай өз күшіне енгелі бері мына Назарбаевтың жүйесімен күресіп, қазір көптеген адамдарын отырғызып, сол қаржыны қайтарумен айланысып отыр. Оған біз халық жақтан да қазір көмек беруіміз керек. Сөйтіп мына Назарбаевтың жүйесін түгелдей құртуымыз керек. Сөйтіп барып ертеңгі күні жақсы мемлекет құру үшін өз қолымызда. Қазір соған шетелдіктер де инвесторлардың көбі соған қарап отыр. Тоқаев мырза егер де өз орнында қалатын болса, көптеген инвестиция Қазақстанға келетін болады. Ал егер де қазір мына Тоқаевты кетіріп қырғын төбелес болатын болса, онда Назарбаевтың жүйесі қайтадан келеді. Сөйтеді де жаңағы іс-әрекеттерін қайтадан неге қолдануға жаңағы қолданып жасап жібереді. 30 жыл бойы жойды. Қазір енді олар келетін болса, мына елім жерім деп жүрген мықты азаматтардың бәрін құртады да, қалған ана саясатпен айланыспайтын қазақтарды мал күйінде, қой күйінде ары қарата айдап жүріп, Қытай мен Ресейдің жеңі болып кетеміз. Сол үшін қазір кезде дереу түрде әр қазақ саясатпен айланысу керек, саяси сауатты болу керек. Саяси сауатты адамдарды топастар басқарамайды, топас билік басқарамайды. Сол жағында қазір жұмыс жасайық бауырлар. Көбірек чаттар ашып, халықтың көзін ашайық. Дұрыс сөздер болса, сол дұрыс сөздерді таратып, жан жақты құлақтандырып отырайық.